Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге мынандай сәнді, әрі жеңіл тігілетін көйлектің пішіп тігуін көрсетемін. Сіздер лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі түсірілімде мен сіздерге намаз оқитын адамдарға арналған көйлекті тігіп пішіп үйретемін. Міне қазір осы көйлекті тігіп шығамыз, үйренеміз тігіп. Бұл былай болып салынады. Белінде резинка. Резина. Трапециялы болып келеді етегі. Етегінде 40 сантиметрлік балан. Қолы ұзын, мына жерде резинка. Мына жерде де резинка болады. Алды думалақ, алдында замок бар. Осындай көйлек, бұның размері, мойны 17, ошы деген мойын, шипы ширина плеч, бұл иық 12 сантиметр, көкірегі окруж груди, ол 42 сантиметр, окруж талии деп айтамыз, бұл 37 сантиметр, окруж бедер, бұл 50 сантиметр, длина перед спинка, бұл ұзындығы мына мойыннан белге дейінгі, бұл 42, 40, енді ширина грудь, ширина спинка, ол екі қолдың арасы мұның, бұл 36, 38, өйтічкі 26, көкіректің ұшына шейін. Енді длина юбка, юбкасының ұзындығы 100, мына юбканың ұзындығы мына жерде мерге шейін бұл 100 сантиметр болды. Жеңнің ұзындығы, длина рукава, жеңнің ұзындығы 58 сантиметр, и кеңдігі ширина рукава, бұл кеңдігі 17, білегінің ұшы 12 сантиметр болды. Мына қолы 58 сантиметр. Мына жеңнің ұшы 12 сантиметр. Мына жер 12 сантиметр. Мінекей осы. Жүз емес, мен бір 85 сантиметр қып алсам болады. 85 мына жерге келді. Біз бірінші мына кеудесін алып аламыз. Міне 85-ті алып алдық. Осы мына жағы менде етегі, қазір мен 40-ты өлшеп алам бейтіп. Мінекей не жерден біз кесеміз. Міне 44-те 44 болды. Бұл жоғарғы жағы юбкамыздың. Міне бұны салып алдық. Енді бізде бұны салып алдық. Енді бұны кесіп аламын. Енді біз белін аламыз. Белі 37 сантиметр. Оны екі бөліп аламыз. 37 сантиметрімізді алып, бұлай екіге бөлеміз. Мінекей 37-міз осы. Біздің. Енді біз көп сборка қоспаймыз беліне. О жерге біз 10 сантиметр алсақ жетіп жатады. Осы 10 сантиметрден енді бізге бөксе сию керек. Бөксеміз 50 сантиметр болды. 50 сантиметр мына жерден 18 сантиметрден салынады. Ол мынау болып тұр. Значит, біз көргеніміз қараңыз сияды екен. Біз енді мына точкаға бетіп қоса саламыз.
мына былай сызып алдым. Енді біз осы жерден кесеміз. 1 сантиметр запас алып, мына кесіп тастадым. Бұны обязательно былай өлшеп тұруымыз керек. Мына былай. Осылай істеген кезде бізде көрдіңіздер, мына етек жақ салаңдап қалады. Қазақша айтқанда шабуы салаңдайды деген сөз. Екі шеті шабу дегеніміз. Міне кесіп аламыз. Яғында бектеп кесіп аламыз деп. Міне кесіп алдық. Бұл біздің үстіңгі юбкамыз таяр болды. Мына жерде де артықтары бар. Міне біз бұны кесіп алдық. Енді бізге етегінің баланын аламыз. Етегінің баланын қазір көрсетемін қалай алу керек. Осыған қарап аласыздар. Мына былай қойып қойдым мынаны. Енді біз арқа бөлігін аламыз. Арқа бөлігін алу үшін мына матамызды алып ұзындығынан былай төсейміз. Бүктеп, мінекей бүктеп алдым. Қазір біз осының көкірегі, ең үлкені көкірек. Көкірегі сиятын жерін тауып аламыз. Көкірегіміз біздің 42. 42-нің өзін аламыз, бірақ мына жерден 1-2 сантиметрдей запас қоямыз. Бұлай тартып. Мінекей. Бүйтіп қойғанымда міняғы 2 сантиметрдей артық болып тұр. Енді бізге мына иығынан белге шейін несін аламыз. Ол арт жағы бізде 40 сантиметр. Мінекей 40-ты алып аламыз бұлай. 43 сантиметр қосылады. 43. Мінекей. Енді тура алды сияқты мойыннан бастаймыз. Мойнымыз 17 сантиметр. Бүйтіп сабаламыз да артына қарай 4 сантиметрдей түсіресіз. Міне. Енді иығын түсіре сызамыз. Бұл иығымыз біздің 12 сантиметр болған. Міне, мынаны келген жерінен аламыз. Бұлай қарай 4. Мінекей. Енді біз бұлай қарай 20 сантиметр аламыз арқасын. Енді көкірегімді жаңа алғам 42. 42-нің өзін бүктеп ала саласыз. Не жерден? Белін аламыз. Белі 37 сантиметрді бұлай қойған кезде, мына жерден 3 сантиметр сызылады. Міне осылай тік-тік болады. Енді екі қолдың арасы бізде, міне екі қолымыздың арасы бұл 38 сантиметр. 38-ді бүйтіп бүктейсіз де, осылай жұмыр қылып сызып қырқып аламыз. Міне осы. Қазір бұлапқа шаншып алып, біз қырқып тастаймыз. Міне осылай қырқып аламыз әзір. Мел қалып отыру керек біздің матамызда. Міне біз қырқып алды.